Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де сіздің иммунитетіңіз төмен, анемия болатын болса, осы сусынды жасап ішуіңізге кеңес беремін. Бұл сусынның құрамында қызылша, алма және мейіз сияқты көкөністер бар, ағзамызға пайдалы. Бұл сусынның жасалу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Ең алдымен 2 алманы турап аламыз. Одан кейін қызылшамызды турап ыдысымызға саламыз. Ингредиенттердің мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Және сонымен қатар мейіз саламыз және нават саламыз. Наваттың мына жерде менде мөлшері көп екен, сондықтан 2 ұзынша наватты салсақ та болады. Осы жердегі көрсетілген көлемдегі наватты айтып отырмын. Өйткені қызылшаның өзі де тәтті болып келеді. Осылай 3 литр су құямыз үстіне, жақсылап бір араластырып 40-45 минут қайнатып аламыз. Қайнатып алғаннан кейін сүзіп алып, ыдысымызға құйып суытып барып іше берсек болады. Бұл әсіресе балаларға бергенге өте ыңғайлы, тәтті сусын болып табылады. Жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Егер ұнап жатса, менің видеома лайк баса кетіңіз.